сізді изжога, қыжыл, кекіру және тамақ ішкен кезде тамақты жұтынғаннан кейін кеуде тұсында ауырсыну сезімі мазалап жүр ма? Онда видеоның соңына дейін көріңіз. Жалпы гастроэзофагеальный рефлюксті ауру бұл дегеніміз не? Асқазан сөлінің кері өңешке лақтырылуынан болатын созылмалы ауру. Асқазан мен өңештің арасында сфинктер болады, қақпақша. Яғни адам тамақ ішкен кезінде, адам тамақ ішті, ол қақпақша ашылады. Яғни өңештен асқазанға қарай қақпақша ашылып, тамақ өтеді. Ал егер де адам тамақты ішіп болғаннан кейін, жұтқаннан кейін, ол сфинктер жабылады. Яғни асқазандағы тағамды кері өңешке өткізбейді. Яғни сфинктер қақпақша жалпы қысып ұстап тұрады осы жерде. Гастроэзофагеальный рефлюксті ауру кезінде осы асқазан сөлі өңешке қарай кері өтеді. Мәселен, бір адам тойып тамақ ішіп алды дейді, тойып тамақ ішті да бірден ұйқыға жатты. Не пайда болады? Асқазан сөлі өте қышқыл болады. Адам тамақ ішті, ол тамақ, яғни асқазан сөлімен жалпы араласты, яғни қысыммен ол өтеді өңешке қарай. Сөйтеді да өңешке раздражение береді. Нәтижесінде асқазандағы тағам, асқазан қышқылы, жалпы асқазан тұз қышқылымен араласқан тағам өңешке қарай өткеннен кейін оған раздражение береді. Яғни бұл жерде өңештің шырышты қабаты қабына бастайды. Нәтижесінде қабыну процесі болады, ары қарай ол асқынып, емделмеген салдарынан бірте-бірте ол тіпті өңештің рагына дейін алып келеді. Бұл жерде түсінікті шығар, жалпы осы сфинктер қыспай қалады, нәтижесінде асқазанда тағамдар, асқазанда қышқылды өңешке қарай өтеді. Жалпы асқазанның өзінің қышқылдық ортасын pH басқаша болады, өңештің жалпы өзінің pH ортасы басқаша болады. Яғни асқазандікі өңешті жалпы өткеннен кейін ол жерде қабыну процестерін тудырады. Себептеріне келетін болсақ, дұрыс тамақтанбау. Әсіресе көп адамдарда қуырылған майлы тағамдарды шамадан тыс қабылдау. Және сонымен қатар кофе, өнімдерді көптеп қабылдау және тамақ іше салып бірден ұйқыға жату. Бұл да осы ауруға алып келетін көрсеткіш. Және сонымен қатар стресс жалпы. Ал енді физикалық жүктемелерді айтсақ та болады. Мәселен, шамадан тыс ауыр заттарды көтеру және сонымен қатар осы ауруға алып келеді. Қандай? Әсіресе қабынуға қарсы дәрі-дәрмектер және аналгетиктер, спазмолитиктер, тіпті осы шамадан тыс қабылдау осы ауруға алып келіп отырады.